Құрметті достар, сіздер өздеріңіздің миларыңыздың қалай жұмыс жасайтынын білесіздер ме? Мен жаңа ғана өзімнің миым қалай жұмыс жасайтынын түсіндім. Ми бұл біздің организміміздегі барлық эмоцияларды, әдеттерді, әрекеттерді басқаратын негізгі орталығымыз. Бұл орталық бізде нейрондардан тұрады. Бірақ нейрон емес, бақандай 86 миллиард нейроннан тұрады. Бұл нейрондар бір-бірлерімен жақындаспайды. Олар тек қана синапстар арқылы бір-бірімен әрекеттеседі. Нейрон дегеніміз не? Нейрон дегеніміз ол ақпарат тасымалдаушы жасуша. Және оның негізгі принципі нені неғұрлым көп қайталайтын болса, онда ол жаңа нейронды құрайды. Егер сіз күнінде мен бұны істей алмаймын, менің ақшам жоқ, менің уақытым жоқ деп беретін болсаңыздар, сіздерде ақша да уақытта және ештеңе де болмайды. Ал егер де сіз мен алға қойған мақсатыма жетемін, мен бұлдан шығамын дейтін болсаңыздар, жаңа нейрондар қалыптасады. Сондықтан ең басты қағида ми қайталағанды ұнатады.